Сәлем достар, бүгін өте дәмді, жылдам дайындалатын медовый торт дайындаймыз. Ыдысқа 2 ас қасық әселді саламыз, жақсылап толықтай араластырып, осылай көпіршітіп, ерітіп алатын боламыз. Үстінен 1 шай қасық соданы саламыз. Енді венчикпен тез-тез араластырамыз, осылай көпіршіп, көлемінен ұлғаюы қажет. Енді жанынан сары майды салып, бүкіл сары май ергенше тез-тез араластыратын боламыз. Одан соң оттан аламыз. Енді ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, үстінен қантты саламыз, жақсылап араластырамыз. Біркелкі болып шығуы қажет. Жанынан әселді құйып, бүкіл қант ергенше қозғап тұрамыз. Міне бізде дәл осындай масса шығуы қажет. Енді үстінен ұнды саламыз. Жақсылап араластырып, біркелкі масса шыққанша қозғайтын боламыз. Негізі миксер қолдансаңыз да болады. Міне осындай масса шығуы қажет. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, массамызды құйып шығамыз. Барлық жеріне жеткізіп жағатын боламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 12-15 минут шамасында пісіреміз. Ол уақытта крем дайындаймыз. Бізге керегі қаймақ және де сахарная пудра. Екеуін араластырып, біркелкі масса шығарып аламыз. Міне дәл осылай болуы қажет. Одан соң біздің піскен коржымызды аламыз. Енді жандарын кесіп шығамыз. Ол қалған бөліктерді жандарын біз кейін майдалап, бетіне себетін боламыз. Енді ортасынан бөлеміз және де тағы да 3 бөлікке бөліп шығамыз. Енді кремдерімізді осылай жағып шығамыз. Әр қайсысына 2-3 қасықтан кетеді. Одан соң видеода көрсетілгендей осылай жинайтын боламыз. Бұл бізде кішкентай торт болады. Енді ыдысқа салып, 10 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Ол уақытта қалған осы кесіп алған бөліктерімізді майдалап шығамыз. Міне тортымызды алып, енді қалған кремдерді бетіне және де жанына жағып шығамыз. Жағып болғаннан соң, қалған корждарымызды үстінен жанынан сеуіп шығамыз. Сонымен біздің тортымыз дайын. Кесіп асқа бере берсеңіз болады. Өте оңай жасалу жолы, ешқандай уақытыңызды алмайды. Тез дайындалады. Кез келген қонақтарыңыздың көңілінен шығады. Дәмі өте керемет болып шықты. Қамыры өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз, еш өкінбейтін боласыз. Және де видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Жасап жатсаңыз ас болсын.